Енді бүгін сақтау заңдары, импульстың сақтау заңы, энергияның сақтау заңын есептер шығарамыз. Яғни есептің берілгені горизонталь ұшқан оқ салмақсыз қатты стерженьге ілінген шарға тиіп, онда қалып қояды. Оқтың массасы шар массасынан 1000 есе кіші. Шар центрінен стерженьнің іліну нүктесіне дейінгі қашықтық 1 метр. Шарлы стержень оқ соққысынан альфа тең 10 градусқа ауытқиды. Осы кезге сәйкес келетін оқтың V жылдамдығын анықтаңыз. Берілгені жіптің ұзындығы 1 метр, ауытқу бұрышы 10 градус, және үлкен М 1000 М табу керек. V жылдамдықты. Енді есептің сызбасын сызайық. Мынау тепе-теңдік күйіне сәйкес келетін күйіміз, тепе-теңдік күй шардың, және ол тепе-теңдік күйінен қандай да бір альфа бұрышқа ауытқан кезде бізде альфа 10 градус. Ол мына қандай да бір биіктікке көтерілді. Енді осы көтерілген биіктігімізді H деп белгілейік. Тепе-теңдік күйінен көтерілген биіктігі альфа градусқа ауытқан кезде. Ұзындығы, жіптің ұзындығы L. Және біз енді оқты көрсететін болсақ, мына бағытта оқ ұшады десек, осы оққа тиеді. Енді қараңыздар. Мына осы жүйедегі шар, оқ және шардан тұратын жүйе үшін импульстың сақталу заңын жазамыз. МБ, яғни оқтың импульсы оқ және шардан тұратын жүйенің импульсына теңеседі. Мына соқтығысқаннан кейінгі жылдамдық бірінші теңдеу. Яғни энергияның сақталу заңын жазатын болсақ, осы жүйе үшін мына біздегі H биіктікке көтерілген кезде оқ пен шардан тұратын жүйенің потенциалдық энергиясы максимал болады, және мына нүктеге келгенде тепе-теңдік күйіне түскен кезде бұл жерде кинетикалық энергия максимал, яғни энергияны түрлену іске асырады. Сонда М плюс U квадрат бөлінген 2 тең болады ММ GH. Енді бұл жерден H-ты анықтайық. H дегеніміз қараңыздар. H-ты мына сызбадан анықтасақ, ол мына L-дан мына қабырғаны, тікбұрышты үшбұрышты қарастырсақ, осы тікбұрышты үшбұрыштың мына қабырғасының азайтындысына тең. Яғни H тең болады L азайтылған, мұнан енді бір A деп белгілесек, мына қабырғаны L мен A-ның азайтындысына тең. Енді A-ны бізді жаңағы тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолданып есептейміз. Бұл жерден A-мыз біздің бұрышымыз белгілі, L көбейтілген косинус альфа. Яғни L көбейтілген косинус альфа, A-мыз косинус альфа. Бұл жерден ықшамдасақ, косинус альфа. Бірінші теңдеуден соқтығысқаннан кейінгі жүйенің оқ және шар жүйесіне тұратын жүйенің жылдамдығы бірінші теңдеуден М. Осы теңдеуге біз сан мәндерін қоятын болсақ, бізде есептің шарты бойынша үлкен М 1000 М-ға тең. Соны ескеретін болсақ, МВ тең болады 1001 М. Түсінікті, екеуі қысқарады. Сонда тең болады V бөлінген 1001. Екінші теңдеуді ықшамдасақ, U квадрат бөлінген 2 тең болады GH.
Бұны біз үшінші теңдеу деп қояйық. Енді осы үшінші теңдеуге мына екі штрих деп мына теңдеуді белгілесек, осы жердегі осы теңдіктің оң жағын удың орнына әкеп қояйық квадраттап. Сонда тең болады p квадрат бөлінген 1001-дің квадраты көбейтілген 2 тең болады GH. Біз жаңа алдында H-ты анықтадық, ол анаған тең. Осы теңдеуге әкеліп қоятын болсақ, H-тың мәнін 1001-дің квадраты тең болады G көбейтілген L 1 минус косинус альфа. Соңғы теңдеуден бұны анықтаймыз. Сонда 1001-ді түбірдің алдына шығарамыз. Сонда 2G L 1 минус косинус альфа. Енді сонымен бұның мәні оқтың жылдамдығына арналған теңдеу былай екен. Осы жерден енді сан мәндерін қойып есептейміз. Бізде қашықтық 1 метрға тең. Қашықтық емес, ұзындығы жіптің. Косинус альфаның мәні косинус 10 градуста. Косинус 10 градуста 0,984. Енді осыларды ескерсек, есептейік. Яғни жуықтап 550 метр бөлінген секунд. Енді тақырып бойынша есептер шығарамыз. Есептің шарты: массасы М1 қозғалған дене, қозғалмайтын массасы М2 денеге соқтығысады. Соққыны серпімсіз және центрлік деп есептеп, бірінші дененің кинетикалық энергиясының қандай бөлігінің жылуға айналғанын анықтаңыз. Енді есепті алдымен екі жағдай үшін шығарамыз. Яғни бірінші жағдайда М1 және М2-міз тең болу керек. Екінші жағдайда М1-міз 9М2 болу керек. Яғни М1-дің массасы М2-ден 9 есе көп болу керек. Осы екі жағдай үшін шығарамыз. Енді келіңіз, Ақнұр. Есептің берілгені бізде екі жағдай үшін берілген. Бірінші А жағдайында бізде М1, яғни бірінші және екінші дененің массалары бір-біріне тең. Ал есептің екінші жағдайында бізде М1 М2-ден, яғни екінші дененің массасынан 9 есеге үлкен екен. Жалпы бұл жерде бізде бірінші денелер соқтығысқанға дейінгі олардың кинетикалық энергияларын анықтап алу қажет болады. Яғни әрбір дене үшін. Жеке-жеке. Бұл бірінші дененің кинетикалық энергиясы денелер соқтығысқанға дейінгі. Яғни М1 В квадрат бөлінген 2-ге тең. Ал екінші дененің кинетикалық энергиясы соқтығысқанға дейін ол бізде 0-ге тең болады. Енді бізде келесі осы денелер соқтығысқан кездегі кинетикалық энергиясының формуласын жазатын болсақ, біз оны 2 штрих деп белгілеп аламыз. Бұл жерде бізде екі дененің массаларының қосындысы, жылдамдық квадраты 2-ге бөлінетін болады. Енді бізде бұл денелер соқтығысқаннан кейінгі кинетикалық энергиясы болып табылады. Осы жердегі, бұл жерде В деп отырғанымыз, бұл денелердің жылдамдығы болып табылады. Осы формуладан оның дененің жылдамдығын анықтап алатын болсақ, бізде М1 В бөлінген
2 М1 плюс М2, яғни екі дененің массаларының қосындысы болып табылады. Осы формула арқылы біз енді соқтығысқаннан кейінгі кинетикалық энергияны қорытып алатын боламыз. Жалпы енді бізде осы берілген бірінші кинетикалық энергия, яғни дене соқтығысқанға дейінгі кинетикалық энергиялары және соқтығысқаннан кейінгі кинетикалық энергияларының айырмасын табу қажет болады. Бізде бұл жерде екінші дененің кинетикалық энергиясы 0-ге тең болғандықтан, біз бірінші дененің энергиясымен жұмыс жасайтын боламыз. Жанбасы. Енді біз осы формула арқылы жылуды анықтау үшін оны бірінші кинетикалық энергияға бөлетін боламыз. Яғни осы жерде тапқан олардың кинетикалық энергияларының айырмасын. Осы кезде бізде формула бойынша бізде енді осы тұста тек қана 1 минус М1 бөлінген М1 плюс М2 деген мән қалады. Яғни біз бұл жердегі осы денелер соқтығысқаннан кейінгі жылуды осы формула арқылы анықтап алатын боламыз. Бұл жерде бізге екі түрлі жағдай берілгендіктен, бірінші А жағдайына байланысты есепті шығаратын болсақ, А жағдайында бізде массалар бір-біріне тең болып келеді. Ол кезде бізде 2,1, оны ондық бөлшекке айналдырған кезде 0,5 шығады. Ал Б жағдайында бізде бірінші масса екінші массаға қараған кезде 9 есе үлкен. Яғни бұл жерде де массалар қысқарып кетеді, сол кезде бізде 10-нан 1 шығатын болады. Дұрыс. Яғни есепте екі жағдайға байланысты, А жағдайында 0,5 массалары бірдей болған кезде, ал бірінші масса екінші массаға қарағанда 9 есе үлкен болған кезде 0,1 деген жауап шығады екен. Студенттерде есеп бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ме бәрі? А және Б жағдайда массалардың қысқарып кетті. Яғни бізде есептің берілгені бойынша
бір-бірі арқылы, яғни массаларды бір-бірі арқылы түрлендіріп берген болатын. Яғни А жағдайында М1 М2-ге тең. Осы тұста біз олар бір-біріне тең болғаннан кейін екеуінде М1 немесе М2 деп алсақ болады. Яғни бұл жерде мен екеуінде М1-ге теңестіріп алған болатынмын. Яғни сол кезде есептің алымында М1 бөлімінде М1 қосылған М1 болады. Бұл дегеніміз М1 бөлінген 2 М1-ге тең. Сол кезде массалары олардың бір-бірімен қысқарып кетеді. Және де Б есебінде де дәл сондай жағдай, бірақ бұл жерде екінші масса бірінші массадан 9 есе кіші болғандықтан мен М1-ді 9 М2-ге тең деп алдым да. Одан кейін екеуін бір-біріне қосқан кезде бұл жерде де массалары бір-бірімен қысқарып кетеді. Иә, 9 М2, М2, 10 М2 болады да, ана жерде қысқарып кетеді. Түсінікті ғой, иә?